Орталық стадионда алғаш рет қазақша сайратқан комментаторды білесіз бе? Оның есімі Сұлтанғали Қаратаев. Көзі тірі болғанда биыл 23 маусым күні 90 жасқа толар еді. Алайда қазақ спорт журналистикасының абызы 2018 жылдың 27 ақпанында дүниеден өтті. Бірақ оның үні, рухы, қалдырған ізі қазақ спортының тарихында мәңгі сақталып қалды. Сұлтанғали Қаратаевтың спортқа деген сүйіспеншілігі мектеп қабырғасында оянды. 8-ші сыныптан кейін жазғы лагерде дене шынықтыру жетекшісі болып жұмыс істеу оның тағдыр жолын айқындап берді. Спортқа деген қызығушылық уақыт өте келе үлкен миссияға айналды. Ол қазақша сөйлейтін спорт журналистикасын қалыптастыру. 1970-80 жылдары ол қазақ радиосында диктор әрі жүргізуші болып еңбек етті. Телевидениеде қызмет атқарды. Дәл сол кезеңде Алматыдағы орталық стадионнан тікелей эфирде қазақ тілінде репортаж жүргізіп, тарихта тұңғыш қазақ комментатор атанды. Бұл жай ғана эфир емес еді. Бұл тіл үшін күрес, рух үшін күрес, ұлт үшін жасалған қадам болатын. Оның радиодағы және теледидардағы репортажы бүгінде алтын қорда сақтаулы. Сұлтанғали ағамыз тек комментатор ғана емес, қазақ спорт тілінің негізін қалаған тұлға. Бүгінде біз қолданып жүрген айып алаңы, оң қаптал, сол қаптал, қосалқы құрам секілді терминдердің авторы. Ол спортты баяндап қана қойған жоқ, оның тілін қалыптастырды. Сонымен қатар ол ғылыми зерттеу және тарихи танымдық мақалалардың авторы, білікті аудармашы болды. Спорт тақырыбын терең зерделеп, ұлттық журналистиканың көкжиегін кеңейтті. Бірақ көпшіліктің жадында Сұлтанғали Қаратаев ең алдымен қазақ журналистикасын жаңа деңгейге көтерген, орталық стадионды қазақша сөйлеткен тұңғыш ұлттық спорт комментатор ретінде сақталады. Оның дауысы бір дәуірдің үні, оның еңбегі ұлт рухының айнасы.